Алғашқы сөз кезегі Қайым Мұхамедханов атындағы нөмірі 90 гимназиясының директоры Аятжан Ахметжанұлына беріледі. Қайырлы күн баршаларыңызға, шаңырағымызға қош келдіңіздер. Бізде жалпы ұлттық мектеп деген үлкен арманды белімізге байлап, қолымызға туғыш дегеннен кейін ұлттық деген дүниеге тұратындай, сол үдеден шығатындай еңбек ете алсақ деген арманның жетегінде еңбек етіп жатырмыз. Енді біз биыл оқу жылын бастаған 3-ші оқу жылымыз. Бірінші жылы небәрі 400 оқушымен аяқтадық, 200 оқушымен бастадық. Пандемиямен кетті оқу жылымыз. Екінші оқу жылы өткен оқу жылындағы кішкентай ғана жетістігіміз бағанағы, ал біз негізгі салмақты биылға салып отырмыз. Өйткені біздің биыл 3-ші жылымыз, негізгі нәтиже беретін жылымыз. Енді бүгінгі іс-шара ол осы ұлттық гимназиямыздың бүкіл республиканың деңгейіне таратамыз деген оқу әдістемелік құрамының тұсаукесері. Енді ары қарай таныса жатармыз. Қазір сценарийді сәл бұзуға мәжбүр болдым, кешірім сұраймын, өйткені Астана қаласы мәслихатының іс-шарасы жиналысы болатындықтан басшы тек қана осы мұғалімдердің Астана қаласының білім басқармасының басшысы Қасымхан Сенғазыұлы мұғалімдердің қандай шығармашыл ұстаздардың өз қолымен марапаттап, өз қолымен лентасын қиып беріп кетсем деген немнесімен. Сондықтан ең алдымен мен 3 экс әріптесім Жұлдыз Досбергенқызы, қазіргі Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты, Қасымхан Сенғазыұлы, білім басқармасының, Астана қаласының білім басқармасының басшысы, және Қайрат Амангелдіұлы, республикалық білім мазмұнын сараптау ғылыми-практикалық орталығының бас сарапшысы, 3 кісіні шақырып та лентасын қиғызып, бір ауыз тілек сұрап, сосын ары қарай іс-шарамызды жалғастырамыз дейді. Рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті жиналған қауым, құрметті Қасымхан Сенғазыұлы, құрметті Аятжан Ахметжанұлы, барлық осы жердегі ұстаздар қауымы, барлықтарыңызды кеше ғана өткен ұстаздар мерекесімен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Астана қаласындағы қазақылықтың нышаны, жалпы ұлттық білімнің иісі сезілетін Қайым Мұхамедханов атындағы 90-шы мектеп гимназиясына біз бүгін асығып келдік. Бірнеше жиналысымыз болса да жиып қойып арнайы келдік. Өйткені біз бұл мектеп ұжымына өзіміздің да ықыласымыз ерекше, оның басшысына да өзіміздің ерекше тілек ниетіміз бар. Енді осы мектеп үшін биыл жақсы нәтижелі жыл болады деп ойлаймыз. Өйткені жылдың басында Абай облысында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Мұхтар Әуезов пен Қайым Мұхамедхановқа арнап ұстаз бен шәкірт деген арнайы ескерткіш ашты. Осы жерде осы мектептің есімі аталған Қайым Мұхамедханов атамыздың жалпы ғылымдағы, әдебиеттегі, білімдегі ерекше орнына тоқталды. Сондықтан осының барлығы мектептің ұжымына, мектептің басшысына, мектептің жалпы ұстаздар мен оқушыларына қанат бітірді деп ойлаймыз. Енді бүгінгі біздің тұсауын кесейік деп отырған, сонымен қатар педагогикада ерекше орны бар Мағжан Жұмабаев атындағы дәрісхананың ашылуына қатысуға біз келіп отырмыз. Жалпы білімнің көкжиегін кеңейтуге, әлеуметтік аз қамсыздандырылған балаларға осындай жағдай жасаған Қазбілім орталығынан және Астана қаласының ұстаздарының қолынан, сонымен қатар зерттеулерінен туындаған бүгінгі еңбек барлық 20 өңірге, барлық ауылдағы, алыс өңірлердегі мектептерге жетеді деген тілек ниетімізді білдіреміз. Жалпы ұстаздар қауымының қандай да осындай ізденістеріне депутаттық корпус атынан қолдайтындығымызды атап өткіміз келеді. Бүгінгі оқулықтарымыз бен кітаптарымыз жалпы сапасы өте жоғары, сонымен қатар бірнеше жыл ұстаздарымыздың, практик эксперттеріміздің ізденісінен туындаған дүниелер жалпы еліміздегі оқулық сапасының көтерілуіне әсер етеді деп ниет білдіреміз. Қайырлы құрметті әріптестер, құрметті Жұлдыз Досбергенова, біріншіден өзіңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Білеміз, мәжілістегі
мына графигіңізге қарамай осы мектепке келіп ұстаздармен кездесіп осы жерде жылы лебіздеріңізді білдіруге, іс-шараға қатысуға уақыт тауып келген үшін ұстаздардың атынан, өзім атынан шынайы алғысын білдіремін. Күні кеше ғана кешке қарамай сол Жұлдыз Досбергенді анау уақытпен санаспай білім дегенде үнемі мектептерді аралап, жексенбі күні барып салынып жатқан мектептерді аралап, кеше ашық алаңға шығып, үлкен комфортный мектеп, жайлы мектептер жайлы үлкен ой толғадық, ортаға салдық, талқыладық, қалай болады екен деп соған Жұлдыз Досбергеннің кешеден бері талқылауда жүрміз. Қазірде сол асығып отырғанында, құрметті әріптестер, сол маслихатта сол жайлы мектеп жайлы, салынып жатқан мектептер жайлы талқылау болады, депутаттармен талқылау болады, маслихаттың оның қаражатын бөлу деген сияқты, жерлерін белгілеу деген сияқты үлкен ауқымды жұмыс болайын деп жатыр. Жалпы қалада 40-72 жер учаскесі белгіленген мектептер салуға. Осы 26 жылға дейін қалада 20 жайлы мектеп салынады. Мына бином мектептері дегенді көрдік қой, бәріміз қалай ішіндегі жабдықтары қалай, кабинеттері қалай екенін, о жердегі қандай материалдан салынғанын, кіреберіс есігінен бастап, анау әжетханаларына дейін қалай басқаша жасалғандығы. Міне сондай жайлы мектеп деген одан да керемет, одан да жақсы болады. Сондықтан қаламызда осы төңіректің өзінде сіздердің мектептердің қасында 3 жайлы мектептің орны белгіленді. Аячан бір айтып жүрген, осы мына мектеп толып кетті, нарыға жапсарлай бір пристройка саламыз ба деп. Бірақ та мен ойлаймын, әрине оған да уақыт келер, жоспарда бар. Бірақ та мына өздеріңізге жақын жерде тағы да бір жақсы мектептер пайда болады. Оған бізге ұстаздар қажет болады. Қалада қазір жақсы ұстаздардың өзінше бір топ ұстаздар пайда болып жатыр, жақсы ұстаздар пайда болып жатыр. Артынан жастарды ертіп келе жатқан өзіміздің аға буын ұстаздарымыз да бар. Енді біз сол ұстаздарды дайындауда жайлы мектеп салғаннан кейін бізге 8,5 мың ұстаз керек болады екен. 26 жылға дейін біз егер де осы жылға дейін соңғы 3 жылда 1400 грант бөлген болса жоғарғы оқу орындарына, біз биылдың өзінде 1000 грант бөлдік. Келесі жыл тағы да 1000 грант, содан кейін біз республикадан келетін бар, сондықтан соның бәрін қосқан кезде біз 8,5 мың мұғалімді орнын тапшылығын жабамыз деген ойымыз бар. Жоспарымыз сондай болып жатыр. Енді бүгін ұстаздардың осы еңбегі Аячан Ахметжанов өткенде келіп, осыны айтып, таныстырып, мен айттым, керемет дүние. Бұл мектептегі орталықтағы ұстаздардың қаншама жылғы, және айтып жатырмын, 5 жыл болды. Сол 5 жылғы еңбектің жиналғаны. Мен қуанғаным, қазақ мектептеріне арналған осындай ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық, әртүрлі конкурстарға дайындық, жалпы қосымша материал ретінде мұғалімдерге көп табыла бермейді. Сондықтан мынаны жинақтап, осыны шығарып, ICBN-ін алып, одан кейін арғартай таратамыз деп отырғандары өте қуантты. Соны біздің әдістемелік орталық сындар мұратына сараптамадан өткізіп, арғартай ұсыныстарды беру керек. Мүмкін кейін республикаға да таратуға да мүмкіндік жасауымыз керек. Тек қана Астананың төңірегінде қалмау керек, бұл көбірек шығу керек деп ойлаймын. Ұстаздарға құрал ретінде өте пайдасын жақсы тигізеді деген ойдамын. Енді Қайым Мұхамедханов атындағы осы 90-шы гимназия өзіме өте ыстық. Неге десеңіздер, басын қалаған өздеріңіздің әріптесіміз, менің аға досым Ербол Іргебайұлы еді. Содан Аячан осында келді дегенде өте қатты қуандым. Ішінен осының Қайым Мұхамедхановтың мектебін арғартай алып кетеді ғой. 40-шы мектепте музейден басталған Қайым Мұхамедхановты таныту, осы Астанадағы мектептерге таныту, сол 40-шы мектеп кішкентай ғана музейден басталып, одан көше берілді, көшенің бойына мектеп салынды жақын жерден, Қайым Мұхамедхановтың аты берілді. Сондықтан қазір балалардың бәрі танып біліп жатыр. Біз Алаш зиялыларының атын беріп жатырмыз. Кезінде есімде 78-ші мектепке Смағұл Садуақасының атын береміз деп Дихан Қамзабекұлы барған кезде Смағұл Садуақасының кім екенін білмейтін. Содан кітаптарын апарып, үйіп, төгіп бердік. 5 жылдан кейін барсақ, мектеп өздері ұсынды. Смағұлдың атын бізге беріңдерші деп.
Сол сияқты біз ары қаратай дәріптеуіміз керек, алаш зиялыларын дәріптей беруіміз керек. Осындай оқулықтарды оқығаннан кейін де біздің алаш зиялыларымыз дүниеге келетіні сөзсіз. Құтты болсын, еңбектеріңіз жаңа болсын. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Енді мен бірінші бұл мектепке алғашқы тауарлығын аттаған едім. Аятжан Ахметжанұлы, осы ұжымның қызметкерлері, үлкен рахмет. Ұлттық дүниенің иісі мөңкіп тұр да, кіріп келгенінше. Бір және сұхбаттасқан кезде Аятжан ағамыз айтып қалды, бұл да қазіргі кездегі мына қазақ мектептерін, жалпы Қазақстандағы мектептердің бір моделіне айналғандай болып тұрған секілді. Шынымен де қарасаңыздар, байқаған шығарсыздар, енді кім бірінші рет келген, көріп жүргендер бар шығар. Бұл мектептің ішінде жүріп ақ талай дүниені қазақтың бізге қазір жастардың бойына сіңіретін дүниенің барлығы тұр. Анау кірген баспалдақтан шығып, әрбір жаңағы дәрісханаларында осының барлығы қамтылған деп ойлаймын. Бұл үлкен еңбек, бұл үлгі басқа мектептерге. Әрине бізде мектеп мәселелері көп қой, бірақ бұл соның шешімдері табатын бір үлгілі мектеп ретінде қарауымызға болатын шығар. Ал енді тұсаукесерге қатысып отырғанымда да қуаныштымын. Шынымен де үлкен еңбектің бір нәтижесі шығып тұрғандай қазір алдымызға. Қазіргі ең өзекті мәселе ол білім сапасы ғой. Осы сапаны көтеру жолында жасалған еңбектің нәтижесі деп білу керек. Бұл жұмысты кезінде қабырғадан көрініп тұрған алаш қайраткерлердің өзі содан бастамады ма? Оқу құралдарын жазды. Осы бағытта үлкен еңбектенді. Соның бір сабақтастығы жалғасы деп те білуге болатын шығар. Сондықтан еңбектеріңіз жана берсін. Осы оқу құралдар барлығы болашақ ұрпақтың, оқушыларымыздың білімді де ұлтжанды болып жеке тұлға ретінде қалыптасуына үлкен септігін тигізеді деген сенімдемін. Құтты болсын. Рахмет енді жылы келгендеріңізге. Қасымхан Сенғазыұлы, жайлы мектептің үлгісі біздің мектепте бола берсе деп үміттенеміз. Өйткені жайлы мектеп ол қазақ баласына тәлім тәрбие беретін мектеп болу керек деп ойлаймын. Енді Жұлдыз Досбергеніңіз әдемі айттыңыз да, бір нәрсе өткенде президент ұстаз бен шәкірт ескерткішін тұрғызған кезде мен кәдімгі біздің мектептегі бір идеяны алғандай қуандым да, өйткені Мұхтар мұражайы қарсымызда Мұхтар мәжіліс сал қарсымызда Қайым мұражайы тұр. Бір сабақтастық, сол бір үлкен дүниені республикалық деңгейде ескерткіш болып президент ашып жатқан кезде кәдімгі біз бір өзіміз үшін үлкен бір қатты қуаныш, ұжымда кәдімгідей қуаныш болды. Енді сіздердің өстіп келіп жатқандарыңыз үшін мәртебе. Енді Қасымхан Сенғазыұлы біреуін өзің болсаң содан кейін. Жақсы. Енді бір ауыз сіздердің алдыларыңызда пікір білдіре кетейін кітаптар туралы. Бұл жерде бізде балалар ұлттық бірыңғай тестке дайындалу үшін 5-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін 7 оқулықты көтеріп жүріп оқуға мәжбүр. Оның сыртында ол оқулықтарда жаттығулар, тақырыптық тесттер жоқ. Ал осы мақсатта 3 бөлім, бұл жерде 1-ші, 2-ші бөлім 5-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін барлық мазмұн қамтылған. Тақырып негізгі мазмұнның астында тақырыптық жаттығулар жинағы, оның астында тақырыптық тесттер. Яғни балаға кез келген балаға тек қана ұлттық бірыңғай тестке дайындала салатындай жіктеліп, реттеліп қойылған. Ол енді оқушыларға үлкен мүмкіндік деп ойлаймын. Өздеріңіздің қасиетті қолдарыңызбен мақпалға бөлек бересіздер, өлең.
тоғыз пәннен математикалық сауаттылық 2 бөлім, қалғандарынан 3 бөлімнен таныса жатарсыздар деп ойлаймын. Енді Мақпал ханым, сізді әдейі алып қалдық. Себебі неге? Сіз біріншіден педагогикадан алыс емессіз, екіншіден ақынсыз. Бізде сондай бір тұлғаның кабинет ашылады. Ол Мағжан. Сондықтан Мағжанның лентасын сіз қият деп әдейі алып қалдық. Қазір өкпелеп кетіп қалғанбыз. Қалжың, Мақпал замандасын ғой, сол үшін қалжың деп жатырмын. Енді біреуін өзіңіз оқысаңыз енді біз жаңа сөзімізде де айттық, атап өткіміз келеді. Осы еңбекте, осы кітапты жинақтаған кезде, оқулықтарды, әдістемелік құралдарды жинақтаған кезде еңбек еткен ұстаздардың өзінің атынан өткенде Айтжан Ақыншанды айттым, өзіміз берейік, атап өтейік, ұстаздарға жылы лебізді білдірейік деп. Сондықтан өзімнің атын алғыс хатпен марапаттауға рұқсат етіңіздер. Бегімбаева Динара Бауыржан қызы, елордалық білім саласында сіз ұрпақ тәрбиесімен қатар кәсіби шеберлік танытып, өзгелерге әдістемелік көмек көрсете білдіңіз. Сізге зор денсаулық, шығармашылық табыс пен отбасыңызға береке бірлік тілейміз. Рахмет. Дәл сондай алғыс хат Жәкенов Дәурен Бауыржанұлы. Мырзақұлов Арман Әскербекұлы. Тұрдалы Аяжан Манарбекқызы. Махат Несібелі Маратқызы. Қанай Гүлбану Бақыттанқызы. Жаппар Сәуле Әртімәлікқызы. Қайрат Бекболатұлы. Әбсаттар Оразбек Сералұлы. Бақыт Сәрсенбекұлы. Арай Байысқанқызы. Жасұланова Гүлмира Тілекбайқызы. Жасанбаева Жансая Сәкенқызы. Гүлдар Кемалбайқызы. Қуанышқалиев Меліс Қайырбек. Алтыншаш Ержанқызы. Авторлар арасында өзім бар екен, атымды атағаныма бір түрлі болып тұрмын. Аятжан Ахметжанұлы деп мен хабарлап жіберейін. Шәкірттеріңіз білімді де тынысты, осындай шығармашылық жұмыс барша ұстаздарға, бәрімізге жұмысты болсын. Еңбектеріңіз жана берсін, дарынды шәкірттеріміз көп болсын. Республикалық Қазбілім баспасы кітаптары бүгінгі күні республикамыздың әр аймағындағы ұстаздар мен оқушылар пайдаланатын көмекші құралға айналды. Еліміздің оқу әдістемелік құралдарының дамуына үлес қосып жүрген Қазбілім баспасы туралы бейнероликті назарларыңызға ұсынамыз. Қабыл алыңыздар. Қазбілім баспасына 5 жыл. Қазбілім групптың іргетасы 2014 жылы 1 наурызында қаланды. Дәл сол күні ұрпақ тәрбиесі мен біліміне үлес қосу мақсатында www.kazbilim.kz ақпараттық сараптама порталы құрылды. Уақыт пен сұранысқа қарай 2016 жылы 8 ақпанда Республикалық Қазбілім орталығының алғашқы бөлімшесі Астана қаласында ашылды.
2017 жылы алғашқы оқулықтар легі жарық көрді. 2022 жылы Қазбілім ұлттық лицейлері өз жұмысын бастады. Бүгінгі күні Қазбілім Групп негізгі 5 бағытта жұмыс жасайды. Қосымша білім беру, Назарбаев зияткерлік мектебі, білім инновация лицейі, республикалық физика-математика мектебі, зерде, дарын сияқты мектептер емтиханына, мектепшілік олимпиадаларға, ұбт-ға, магистратураға дайындық және тіл курстары мен Назарбаев университетіне дайындық бағытында офлайн және онлайн форматта жұмыс жасайтын республикалық Қазбілім орталығы. Осы уақытқа дейін 10 мыңнан астам шәкірт білім алған. Қазбілім ұлттық лицейлері қазақ тілінде тереңдете білім беретін, ұлттық құндылықты дәріптейтін лицейлер еліміздің Атырау, Ақтау, Қостанай қалаларында. Бүгінде 3 қалада 500-ге жуық оқушы білім алып жатыр. Қазбілім ұлттық қоры білім беру жүйесінің дамуына үлес қосу мақсатында құрылды. Қордың негізгі басым бағыттары: аз қамтамасыз етілген, әлеуметтік тұрмысы нашар, тағы да сол сияқты отбасынан шыққан оқушылардың сапалы, жүйелі білім алып, қосымша дарынды балаларға арналған Назарбаев зияткерлік мектебі, білім инновация лицейі, республикалық физика-математика мектебі сияқты үздік мектептер мен алдыңғы қатардағы үздік жоғары оқу орындарына түсу үшін гранттар беріп, қосымша білім алуын қамтамасыз ету. Білім беру жүйесіндегі оқулықтар мен бағдарламалардың сапалы болуына үлес қосу. Қазбілім.kz ақпараттық агенттігі 2014 жылы 1 наурыздан ұрпақ тәрбиесі мен біліміне үлес қосу мақсатында www.kazbilim.kz ақпараттық сараптама порталы құрылды. Білім саласындағы басты ақпаратты халыққа жеткізу мақсатында құрылған агенттік бүгінде Zero рейтингінде Қазақстанның үздік 50 сайтының қатарына еніп отыр. Ақпараттық агенттікте білім саласының жаңалықтарымен қатар онлайн сабақтар, білім жарысы, керекті кеңес, редакциясында айдарлар бар. Қазбілім баспасы оқу әдістемелік құралдар шығару бағытында да жемісті еңбек етіп келеді. Басты мақсат қазақ тіліндегі оқулықтар шығарып аясын кеңейту. Бүгінгі таңда қазақ тілінде 150-ден астам оқу құралдары жарық көрген. ұбт-ға дайындық бағытында 57, оқу әдістемелік құралдар 35, пәндік олимпиадаға дайындық бойынша 25, дарынды балаларға арналған мектеп, яғни Назарбаев зияткерлік мектебі және білім инновация лицейіне дайындық 15, бастауыш сыныптарға арналған 18, әдеби салада 9 кітап жарық көрген. 2022 жылы 9 оқу әдістемелік кешен мен 26 оқу әдістемелік құралы Қазбілім баспасы қорын молайтты. Қазбілім баспасының алғашқы кітабы шыққан күннен бастап, кітаптарымыз ел игілігіне жарап, ұстаздардың, білім саласы мамандарының ыстық ықыласына бөленіп келеді. Алдағы уақытта Қазбілім баспасы қазақ тіліндегі сапалы оқу әдістемелік кешендер мен оқу әдістемелік құралдардың байытуына үлесін қоса бермек. Жоспар көп, мақсат айқын, қадамымыз нық. Қазақтың әр баласы дарынды, дұрыс бағыт беру бізге парыз. Шынымен де бүгін алдымызда тұсауы кесілген, сырты да әдемі, оның ішінде де көп жауһар қазыналар бар екенін біліп отырсыздар. Енді соны уақыт байланысыменен бағана лентасын қидық, салтанатты рәсімін жасадық. Енді сол жауһарды, құрметті Аятжан Ахметжанұлы, сіз осы кітаптарды жазған авторлармен көз майын тауысып, бағана Ақсиса деген әнді айтты ғой. Жаяу жүріп, атқыдан кек алатын жігіттер шаман келсе маған ұқсады. Бір жазда жүріп 9 әдістемелік кітап жазып тастайтын ұстаздар ұқсағын келсе біздің Қазбілімнің және осы 90-дағы ұлағатты ұстаздарға ұқса деп бір мақтанып қойып келіпті осы жерде. Сол еңбекпен және ұстаздармен таныстыру үшін ортаға Аятжан Ахметжанұлын қайта бір шақырып алайық, рұқсат болса. Құрметті әріптестер, енді бұл жерде басқа мектептен әріптестеріміз келіп отыр, директорлар келіп отыр. Баршаларыңызға уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге рахмет. Бұл жерде бақ өкілдері отыр. Енді біздің кітап жазған авторлар 90-шы гимназияның мұғалімдары, ал енді демеушісі Қазбілім орталығы болғандықтан, Қазбілім баспасы болғандықтан екі жақты тең ұстап отырмыз. Жеке мекеменің жарнамасын жасады деп әңгіме болып кетпесін деп айтқаным ғой. енді мұғалімдерді оқу әдістемелік құралын
таратуға демеуші болып жатса, оған тек қана қуану керек деп ойлаймын. Енді біздің әріптестермен жұрт жазда 56 күн отпускіде демалса, біз еңбек демалысында шыны керек қандай күйде болғанымызды білесіздер. Өйткені қазір жаңартылған бағдарламаға байланысты сын көп. Өткен жылы жаңартылған бағдарламаның тұсында ұлттық бірыңғай тестке байланысты көп сұрақтар болды. Қазір жаңарту келіп жатыр. Сондықтан біз осы әр пәннен тіпті мына жерде биыл ұлттық бірыңғай тестке 2020 жылы 3-ші жылы тұңғыш рет ұлттық бірыңғай тестке енетін информатика пәнінің өзін үлгіртуге тырыстық. Және информатика пәнінен шығардық та, өйткені ұлттық бірыңғай тест болған дейін информатика пәнінен болған жоқ. Сондай кемшіліктер толықтағымыз келді. Жазда мұғалімдердің еңбек демалысын ұрладық. Негізі ол қылмыс. Сондай жанкештікпен жасаған мұғалімдерді таныстырып өткім келеді. Өйткені бұндай мұғалімдер жұлдыз болуға лайық деп ойлаймын. Біріншісі, Қазақстан тарихы пәні. Қуанышқали Меліс Қайрыбекұлы халық алғысы медалінің иегері. Келіңіз, Меліс. Президенттің атынан халық алғысы медалының иегері, педагог зерттеуші, біздің мектептің мұғалімі. Әбсаттар Оразбек Сералұлы деген екеуі мына жерде 6 бірдей кітаптың авторы, дүниежүзі тарихы және Қазақстан тарихы деген 2 пәннің. Математикалық сауаттылық деген 2 бөлімнің жалғыз авторы Бекболат Қайрат деген осы мектептің математика пәнінің мұғалімі. Химия пәнінен өзім бастаған қазының орталығының қазіргі жетекшісі Қанай Гүлбану Бақтанқызы және Жаппар Сәулі Әбдімәлік деген 2 шәкіртім. Сонымен бірге келесі биология пәнінің авторлары Махат Несібелі Маратқызы, Тұрдалы Аяжан Манарбекқызы дейтін осы мектептің 2 биология пәнінің мұғалімі. Физика пәнінен Мырзақұлов Арман Әскербекұлы және Жакенов Дәурен Бауыржанұлы 2 физик ағайымыз. География пәнінен мұғалімі, география пәнінен Динара Бауыржан Бегімбаева, Жасанбаева Жансая Сәкенқызы, Кемалбай Гүлдар деген. Енді жазда мен бұларды жазған кітаптарын шатқа тастайды, мен кері қайтарып жүремін. Мына жерлерін жөндеу керек болмайды деп. Сол кезде қандай іштерінен қарғағанын білмеймін енді. Бүгін сол қарғыстарын алып алса деп отырмыз. Қайтадан информатика пәні Жасұланова Гүлмира Тілекбайқызы. Бұл кісі біздің қонақ. Біз осы кітаптарға қазірге информатикадан кітап жаздырамыз деген кезде көп іздеп, Нұр-Сұлтан қаласындағы Ақселеу Сейдімбеков атындағы нөмір 54-ші мектептің информатика пәнінің мұғалімі. Қазақ тілі пәнінен Байысқан Арай деген. Бұл қызы енді таза қызық. 19-шы шілдегіні бұл қыз ұзатылып жатты. Мен 18 күні кешке жақын кітаппен мазаладым бұл қызды. Бақыт Сәрсенбек. Құрметті әріптестер, бүгінгі Жауһар 26 әдістемелік құралдың авторы осы кісілер. Енді сіздерге бір ғана нәрсемен айтқым келеді. Бір кітаптың қалыңдығы мынандай жай немне емес. Сондықтан бұл кісілердің еңбегі үлкен ғой деп ойлаймын. Сондықтан да білім басқармасы басшысы да өз атынан марапаттап жатыр. Біздің бұндай тек қана бала оқыту бір мәселе. Ал мысалы мен бір ғана дүниені өзімнің әріптестеріме, ұстаздарыма үнемі мысал келіп айтып отырамын. Әлеуметтік желіні ашып отырсаң, мұғалімдердің ең көп талқылайтын мәселесі жалақы мәселесі, бір төлем мәселесі, немене мәселесі. Шыны керек, бір әдістемелімен бөлісіп жатқан мұғалімдер өкінішке орай өте аз. Ал республикалық деңгейде бұндай кітаптар жазып берген. Бұнымен бірге мен жұрт сұрайды, 90-шы гимназия немесе Қазбілім орталығы несімен ерекше десе, мен бір ғана дүниемен айтқым. Менің басқа мақтанатын дымым жоқ.
бір ғана дүние, ол менің ұстаздарыммен мақтанамын. Сол ұстаздарым бұл кісілер арнайы келе алмай қалды, сәлемін айтып жатыр, сондықтан арнайы айта кеткім келеді. 2 жыл бойы әр күні кешке жақын 20:00 мен 21:00 арасында ютубта тегін ұлттық бірыңғай тестке дайындық жүргізді. Ұлттық тестілеу орталығымен бірге отырып. 2 жылда жалпы 530 сағат сабақ өтіпті. Тікелей эфирде. Ол үлкен еңбек, осы ұстаздардың жемісі, осы ұстаздардың арқасы. Мен бұл кісілерге басымды рахмет айтамын. Тек қана сәттілік, келесі қадамға тапсырма ертең болады. Барыңыздар. Бәрекелді, рахмет, еңбек жемісті болсын. Жұлдыз осындай керемет еңбек жазған, көз майын таусып, кешегі аластардың ішін бүгінгі заманауи ұрпаққа жалғастырып жүрген ұстаздарға арнайы бір ән шашу жолдасақ қалай қарайсыз? Иә, әрине, ұстаздарымыздың құрметіне республикалық байқаулардың жүлдегері, осы мектептің оқушысы Дүйсен Арунан шақырамыз, елім менің атты әнімен. Қабыл алыңыздар. Қазақстан Республикасының парламент мәжілісінің депутаты ақын Мақпал Мұса, білім беру әдістемелік орталығы директорының міндетін атқарушы Сындар Мұратқызы және Амангелді Құрметұлы Айқын газеті бас редакторы, журналист, сонымен қатар Алма Сайлауқызы журналист. Осы кісілерді ортаға шақырсақ, құрметті қонақтар, құрметті ұстаздар, құрметті бүгінгі салтанатты шараға келіп отырған қауым. Мен бұл шаңырақта, білім шаңырағында бірінші рет болып отырмын. Ұлттың негізгі ұстыны дейміз ғой. Ұлтта ұстын бар, ұстын болмаса бар болмайды. Ал бардың базарда қалмайды дейді. Біз осы ұстынмен барымыз әлемге өн қадаламыз. Қатты қуанып отырмын. Өткен жолы келе алмай қалдым, белгілі себептермен енді осы жол бұйырған екен, Жұлдыз Досбергенқызымен. Тарих сөйлеп тұр, тарихтан тағылым алып, осы киелі шаңырақта білім алып жатқан оқушылар қандай бақытты деп қуанып отырмын. Және барша қазақтың баласына осындай мектептер көптеп салынып, осындай ағалары мен әпкелерінен білім ала берсеген деген тілек айтқым келеді. Ұстаздың өзінің бір мысал болады ғой. Кезінде мұғаліміміздің қабағына қарап отырып, ұғатынбыз. Оның көңіл күйін, қабағын ашытса, кәдімгідей не білдіріп қойдың деп қорқатынбыз. Оның бәрі қазіргі заманда кішкене жоғалып бара жатыр ғой. Мынандай бүгінгі оқулықтардың авторы болып, түнімен күнімен еңбек етіп, балаларыңызға, шәкірттеріңізге шынымен де мынау шығармашылықтың жұмысы ғой, оқулық шығару деген. Осындай еңбек етіп, бүгінде жемісті сәттерде шәкірттеріңізбен осы қуанышты бөлісіп жатқандарыңызға мың алғыс, сіздерге зор денсаулық, бастарыңызға амандық, бауырларыңызға бүтіндік тілеймін. Кез келген мемлекет алдымен балаларының тағылыммен күйлі қуатты болады. Ал ол балалардың тағдыры алдымен сіздердің қолдарыңызда ғой.
көп рахмет айтқым келеді мектеп басшылығына, мектеп ұжымына және бүгінгі ұстаздарға. Өлеңді кейін оқиға, сөйтеміз бе? Темірді қызуын да соғады біздің ұстаздар. Енді алаш жарыстарына жазған өлеңдер баршылық, бірақ соның ішінде бүгін ерекше қуаныш Мағжан атамыздың есімімен аталатын дәрісхана ашылғалы жатыр екен. Мағжанның туып өскен киелі топырағына барып қайтқанмын, Қызылжарға, сосын Татарстанда Қазан қаласына барып, атамыз оқыған жоғарғы оқу орнын көріп, ерекше шабытталған кездерім болған, сол сәтте туған өлеңді оқып берейін. Ақында адамзаттан дос болмайды, жалғыз ақсырын сөйлер қаламына Мағжан. Өлең бе, өлең осы өр толғалы, шер тоңған шертерімнің шертіл дәні, қалайсың Қызылжардың қайыңдары, есілдің ерге сылқын толқындары. Әуелде жаратқан соң көшелі қып, жұлдыз боп жарқыраған деседі жұрт, Мағжанның бұйра шаштарындай солтүстік аспанында көшеді бұлт. Осы елдің шыққан жолға күнін ертіп, жүректің жырын елтіп, мұңын елтіп, найзасын батыр баян жарқыратып, қобызын Қойлыбайдың күңірентіп. Тұратын тауқыметтен тағдыры әрбір, тамызда ерте жауған таңғы қар бұл. О Мағжан, сенің күнің жалғыз ақ күн. О Мағжан, сенің жырың жалғыз ақ жыр. Дүние дүрбелеңінен қашқандасын, өтіпті аласармай асқарбасын. Әлемнің ақынында сен айтқансың, ақында адамзаттан дос болмасын. Келген жаз, келген көктем, келген әр күз, өлеңді шын талантқа өрде жазғыз, ақында адамзаттан дос болмайды. Ағатай, сен де жалғыз, мен де жалғыз. Көңілде төрсің ағам, өрсің ағам, еліне беріп кеткен ең сыбағаң, айытып алақанда аялайын, жаныңның жалғыз жолын берші маған. Сен салған жалғандағы әні мұңның, сүйетін терегінің тамырын күн, шер ғалам түсінбейді ақын жанын, бер маған бір тамшысын жарығыңның. Аялап опа таппай аяр таңды, жырыммен толтырайын қай ортаңды. Жанымның жалғыз өзің, ақын аға, тағайын жұлдыз жүзік аялқанды. Рахмет. Ай, бәрекелді. Ал енді бүгінгі жақсылық қуаныштарыңыз көп болсын. Аятжан мырза, енді сізге мен бір ұсыныс тастайын. Бұл мектепке жай келмеген шығармын. Мүмкін бір оқушылармен кездесу өткізейік, алдағы уақытта поэзия патшалығында бір әдемі өлеңдер оқып, шәкірттеріңізбен бір жақсы әңгімелесейік. Рахмет. Былтыр кездескен кезде бұл ұсыныс айтылған, мәжіліс депутаттары Жанарбек ағамыз бастаған, Қазыбек Иса ағамыз бастаған, кеп Берік Әбдіғалиұлы бастап бір әдеби сазды кеш қып оқушыларға, мәжіліс депутаттарынан оқушыларға деген сияқты бір дүниемен жасаймыз деп ойлағанбыз. Өткен жылы болмай қалды. Енді биыл алла бұйырса, алда республика күні бар, тәуелсіздік күні бар, күтеміз. Бәрекелді, рахмет құрметті Мақпал Мұсақызы, өте жақсы бастама көтердіңіз, ризамыз. Бөлісіп, есіл Мағжан сырыңызбен дедіңіз жас ұрпаққа білімізден. Мәжілістегі кейде ұйықтап қалатын ағаларды оятып тұрыңызшы жырыңызбен. Қайырлы күн, құрметті халайық. Білімді бағалайтын, рухты бағалайтын керемет әлеумет жиналды деп ойлаймын бүгінгі осы отырысқа. Ең алдымен құрметті Аятжан Ахметжанұлы, шақыруыңызға көп рахмет. Мен қазір сізге және сіз бастаған осы керемет ұжымға Қазақстанның азаматы ретінде,
ұстаз ретінде және ата-ана ретінде үш жақта рахмет айтқым келіп тұр. Не себепті Қазақстан азаматы, өйткені мынау сонау ата-бабаларымыз аңсаған тәуелсіздікті, азаттықты аңсаған мынау алаш идеясын, ұлттық демократиялық мемлекет құру деген идеяның бүгінгі жүзеге асу процесін мен сіздердің жұмыстарыңыздан көремін. Мынау тұрған қазақтың тұлғаларының 7 адамның 5-еуі алашқа тікелей қатысты азаматтар. Қаныш болсын, Мұхтар болсын, Әлкей Марғұлан болсын, Қайым Мұхамедханұлы бір-бірінен рухтанған. Мінекей осының өзі біздің жүрегімізде сол азаматтар жағып кеткен керемет рухтың әлі де идеяның жалғасын тауып жатқандығы және ол бізге өте қажет екендігінің айқын дәлелі деп ойлаймын. Сондықтан да осындай мықты рухты тәрбиелейтін және де Әлихан Бөкейханұлы айтқандай, тірі болсам қазаққа қызмет қылмай қоймаймын деп тұрғандай сіз және сіздің ұжымыңыз, және Сұлтан Махмұд Торайғырұлы айтқандай, қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам, мені мына біліммен жарқыратам, қазақты жаңа деңгейге көтеремін деп тұрған секілді. Сондықтан қазақтың азаматы ретінде алғысымды айтам. Екіншісіне ұстаз ретінде алғыс айтам. Не себепті? Өйткені өзім де жоғары оқу орнында қанша жылдан бері тәлім беріп жүргеннен кейін, оның ішінде ғылыми тақырыбым алаш көсем сөз болғаннан кейін, маған мынау қазақтың балаларының университетке қанып, білімге қанып, қажет білімге қанып, сондай көзі ашық болып келгені өте маңызды. Сол кезде біз оларды одан ары қарай ғылыми әлеуетін дамыта аламыз. Бірақ өкінішке қарай әр жолы келген 10 баланың 5-6-ы тіпті сауатты жазуды білмей келеді. Тіптен мынау алаш қайраткерлерінің атын сұрасаң бір-екеуінен артыққа бармайды. Алаш емес қарапайым жазушы, ақындар да жырата алмайтын сондай білімсіздік кезеңінде тұрмыз. Оған енді әртүрлі жағдайлар әсер етті. Әрине, мынау білім саласына деген көзқарастың құлдырауы мынау 30 жылда бұл жаққа мықты мұғалімдердің біраз тоқталып қалуына, тежеліп қалуына әсер етті. Бірақ сіз секілді былай шабыттандыра отырып, осындай дүниелерді шығарып, біздің менің үлкен қызымның ұстаздарын көріп отырмын. Анар Жұмабайқызы, Динара, мен апайымыздың өзі біздің қызымның класс сынып жетекшісі. Жарқырап жанып тұрған ұстаздардың бәрін жинап алып, осылай еңбек шығара беріңіз. Сондықтан ұстаз ретінде, университет ұстаз ретінде алғысымды айтамын. Ата-ана ретінде не үшін айтады дейсіздер? Өйткені осыдан 2 жыл бұрын біздің ұлымыз айналдырған 4-5 айдың ішінде осы Қазбілім орталығында дайындалып, Назарбаев мектебіне де, биылға да, РФМШ-ға да түскен. Үшеуіне қатар грантты жеңіп алып, өзіне деген, біліміне деген, одан сайын білімін арттырған және де ол Қазбілімнің табалдырығын аттағаннан бастап тәуелсіз қазақ елінің бір білім ұжымында тұрғандай сезінетін біз. Өйткені барлық рәсімделу, сөйлесу, білім беру бәрі қазақ тілінде. Маған сол дүниесі өте қатты ұнады. Өзімді және балаларымды қазақ мемлекетінде өмір сүріп жатқан ол парадокс әрине, бірақ сондай сезінетін жер іздеп жүретін дәрежеге жеттік. Және де сондай сапалы білімдеріңіз үшін енді ол баланың да өзінің білімге деген ынтасы зор болатын әрине. Дегенмен соны сіздер бағыттап, көптеген мүмкіндіктерін ашып, одан сайын өзіне деген сенімін арттырып, мысалға 900 балл болып келсе 1100-1200-ге дейін көтеріп беру деген меніңше үлкен зор еңбек сіздердің ұстаздарыңыздың, яғни мықты азаматтардың арқасы деп ойлаймын. Сондықтан осындай ұлттық керемет мектептің, ұлттық құндылықтарды дәріптейтін мектептің асыл ұстаздар сіздер. Мінекей маған жақсы мұғалім бәрінен де қымбат, өйткені ол мектептің жүрегі дейді. Алты алаштың баласы бас қосқанда 4-ге орын ұстаздардікі дейді. Сіздердің мәртебелеріңіз биік болсын. Мынау шығарған оқу құралдарыңыз ұстаздардың, шәкірттердің, қазақтың болашағының игілігіне жарай берсін. Сіздерде қаламдарыңыз ұштала берсін, тоқтамаңыздар. Осындай арынмен, Құдай қаласа, қазақтың ғылымы мен білімін жаңа деңгейге шығара беріңіздер. Көп рахмет сіздерге. Бәрекелді. Алма ханым, өзіңіз де сәндедіңіз. Тілектес болып біздерге бар болыңыз. Сіздің рухты келбетті сөз ғана емес, айтып тұр ғой киіп алған камзолыңызды. Рахмет сізге. Келесі бізде 2 қонағымыз бар. Амангелді Құрметұлы және Сындар Мұратқызы, біздің жанашыр достарымыз бұл кісілер. Бастаңыздар. Құрметті әріптестер, өте қуаныштымын. Біз үшін, біздің Астана қаласының әдістемелік орталығы үшін бұл күнгі оқу құралдарының шығуы ең үлкен қуанышты күн деп айтуға болады. Себебі сіздер 90-шы мектептің ұжымы Қазбілім бірігіп біздің жұмысымыздың жартысын өздеріңізге алып жатырсыздар деп айтуға. Негізінен әдіскерлермен бірге шығаруымыз керек. Міне сіздер бізге көмектесіп жатырсыздар, сондықтан үлкен алғыс білдіремін. Расында да келген кезде қазіргі біздің ең басты мақсатымыз бұл
саналы ұрпақ пен сапалы білім беру, тәрбиелеп шығару. Сондықтан да қазіргі таңда білім сапасын көтеру, соның ішінде алған білімді яғни өмірде қолдана білу мақсатында жұмыстанып жатырмыз. Осы мақсатта сіздердің мына беріп отырған оқу құралдарыңыздың барлығы түгелдей, яғни функционалдық сауаттылыққа және де алған білімін өмірде пайдалануға үлкен жол ашады. Себебі логикалық есептер бар, жаңа барлығын қарап шықтық. Бұның біз мұғалім үшін де, оқушы үшін де, ата-ана үшін де ең қажетті құралдардың бірі. Енді біздің әдістемелік орталық осы мұғалімдердің тек қана біліктілігін арттыру, оның кәсіби дамуына жұмыстану мақсатымен қатар, осы біздің танымал осындай оқу әдістемелік құралдар жазатын мұғалімдерді танытуға және де осы оқу әдістемелік құрал жазатын мұғалімдерді республика көлемінде жұмыстарын таратуға біз міндеттіміз. Сондықтан да осы біз Аятжан мырзамен осы кезге дейін сөйлесіп келдік. Яғни сіздердің барлық осы 26 құралды шығарып отырған осы отырысқа қабылдап, әрі қарай республика көлемінде жіберуге бірге жұмыстанамыз деп келісімге, шешімге келдік. Сондықтан да сіздердің жұмыстарыңызды біздер барлығын толық қабылдады осы кезге дейін. Енді әрі қарай республика көлемінде жұмыстануға бірге жұмыстанатын боламыз. Яғни мұғалімді ең бастысы ол аттестация дейді ғой, категория санатының жоғарылауы. Қазіргі таңда ол үшін біз мемлекет басшысы үлкен мүмкіндік берді. Әрбір мұғалім санатын жоғарылаған сайын сол үшін ақысы жоғарылай, жаңа 30%, 35%, 40%-ға жоғарылап отыр. Ол да мұғалімге үлкен мүмкіндіктің бір түрі. Сондықтан шебер санатын алу үшін міндетті республикадан шығу керек. Осыған біз бірге жұмыстанамыз сіздермен. Енді бізде батыста айтатын еді, Құрманғазының еліне барып күйшімін деме, Ескендір Хасанғалидің еліне барып әншімін деме деп. Мына 90-шы мектепке келген кезде мен патриотпын деп айтуға намыстанасың, себебі біздің Аятжан мырзаның өзі бүткіл жердің барлығын, яғни нағыз қазақ екенін танытып, барлық жерде оқу құралы жетіспейді, қазақша жоқ деген кезде осындай бірнеше оқу құралдарын шығарып мүмкіндікті беріп отыр. Сондықтан да жұмыс жасаймын деген мұғалімге, оқимын деген оқушыға да барлық қазіргі таңда жағдайлар жасалып жатыр деп айтуға болады. Үлкен алғыс білдіремін, шығармашылықтарыңыз шыңдала берсін. Біз сіздермен әдістемелік орталық бірге жұмыстана беруге әрқашан дайынбыз. Енді әдістемелік орталықтың өзінің елордалық білім деген газетіміз бар, республика көлемінде тарайтын, яғни педагогикалық біздің Астана қаласы педагогтердің барлық мақалаларын тегін қабылдап шығарамыз, ай сайын жариялаймыз осы газетті. Осы газеттің соңғы шыққан номерін сіздерге береміз, мектептеріңізге кітапхана, және де Астаналық әдістеме деген журналымыз бар, педагогикалық әдістемелік журнал. Бұл жылына 4 рет шығарады, республика көлемінде таратылып барлығы жасалып отыр. Яғни біз Астана қаласының мұғалімдерінің барлығын тегін қабылдаймыз, себебі біздің басты міндетіміз Астана қаласы педагогтерінің құзыреттілігін жоғарылату. Міне осы шығып жатыр. Енді сонымен қатар шығармашылықпен бірге жұмыстану, сонымен қатар ең басты біздің міндетіміз нормативтік құжаттар негізінде жұмыстануымыз қажет. Себебі біз демократиялық мемлекет болғаннан кейін заңға сүйенуіміз керек. Міне осы бағытта біздің әдіскерлеріміз, орталықтың әдіскерлері 4 томдық кітапша шығардық. Бұл кітапшаның ішінде мектепке дейінгі тәрбие, орта, қосымша, арнайы білім беру ұйымдарына арналған нормативтік құжаттардың толық нұсқасын ішіне кіргіздік. Яғни 4 томның ішінде конституциядан бастап білім туралы жағынан әрі қарай барлық бұйрықтардың бәрін ішіне жасақтады. Яғни бұл біз Аятжан мырзаға бұл біздің жаңағы жинағымызды сыйға тартамыз. Сіздің бұл күнделікті столыңыздың үстіндегі құраныңыз болады деп есептеуге болады. Рахмет. Енді біздің ең басты қазір осы аяқтаған жұмысымыз болады. Міне соны таратудамыз сіздерге. Өте қуаныштымын. Сондықтан да тек қана 90-шы мектептің ұжымына Қазбілім орталығымен біз әдістемелік орталық былтырғы жылдан бастап бірге жұмыстанып жатырмыз. Тек сәттілік тілеймін. Оқушыларыңыз сіздер шабыттандыра берсін, ата-аналар сіздерді түсініп қолдай берсін. Сіздердің тек қана шабыттарыңызға біз шабытты қоса берейік, бірге жұмыстан айтайық. Рахмет. Енді темірді қызуында соғып осы алдында тұрғанда сындырып қалайыншы. Апталарды көріп отырсыз, біртұтас жастар. Бұл жерде әдістемелік құралдары, олимпиададан жазған әдістемелік құралдар бар. Біртұтас жастар, бұлардың көп сандысының шыны керек, ұзақ уақыт қосымша білім беру саласында, басқа салада меңгерген дегендіктен көп сандысына сіздің шебер түгіл модераторыңыз, сарапшыңыз арман болып жүр. Сондықтан құлағыңызға артын сырға, егер неғып жазсаңыздар, біз қуана қолдаймыз. Рахмет. Жақсы, рахмет. Енді осы мектептің куратор ретінде сіздерге тағы бір келемін өзім, жеке отырып бірге жұмыстанайық әрі қарай. Енді Аятжан мырза менің сырлас досым,
бірге үзеңгілес әріптесіміз, үнемі сырласып бірге отырамыз. Сондықтан да әрбір ұсынысыңызды, әрбір жаңа берген ұсыныс сыныңызды қабылдауға дайынбыз. Рахмет. Енді құрметті әріптестер, құрметті қонақтар, бір ғана осы сөз айтқым келеді. Бағана Алма Сайлауқызының сөзінен кейін айтпасыма болмады. Бұл қадамға неге бардық? Өткенде Мақпал ханым есіңізде болар, біз балаға қазақ мектебіне бер деп жұртпен, ата-анамен дауласқанымызда. Бір ғана нәрсе, біз осы дүниеге ізденген кезде, мынандай дүние өзіміз алаштанушы Алма Сайлауқызы жақсы білесіз деп ойлаймын. Қазақ қоғамында 1916-17 жылдар үлкен дау болған. Қазақ мектебі қай тілде болу керек деген үлкен көлемді мақалалар жазылған. Сол кезде қазақ газетінде айқапта үлкен дау шығып, қазақта оқу құралы жоқ, кітап жоқ, білім жоқ. Біз мектепті тынышынан орыс тілінде қыла берейік деп, сол 20 ғасырдың басында үлкен дау болған. Орыс мектебі болып кете жаздаған біртұтас қазақ мектебі болмай. Сол кезде ахаң бастап білім комиссиясын құрып, шыны керек 10 жылға жуық уақыт ретінде алды 30.000 тиражбен шығатын үлкен оқу әдістемелік құралдар басып шығарып, сол кездегі қазақ мектебінде қалыптасуды, мектептің қазақ тілінде қалыптасуына үлкен еңбек сіңіріп кеткен. Біздікі соның кішкентай ғана жалғасы, тамшысы. Біздікі ахаң айтады ғой, біреу жұмыс жасайын десе көршім жаман деп айтады, біреу жұмыс жасайын десе жағдайым жоқ деп айтады. Түрмеден жағдайсыз, түрмеден қолайсыз орын жоқ қой, ода да жұмыс жасауға болады дейді да. Ахаңдар оқу әдістемелік құралын түрмеде жазды, біз мынандай мектепте жазып жатырмыз, сондықтан біз еңбегімізді молдағымыз келмейді. Бірақ мынандай жағдай болды. Мен 2010 жылы мектепке келген кезде ең қатты қиналған өзім енді мектепті Қытай мемлекетінде оқығандықтан бізде оқулыққа қосымша 4-5 оқу әдістемелік құрал жүретін. Біз 1 сағат химиядан лекция сөйлесе, соған 3-4 сағат жаттығуын істейтінбіз. Жаттығуға арнайы кітаптар бар болатын. Осы жерге келіп мен мұғалім болайын деп ең алғаш 66-шы мектепке келе қалған кезінде ең қатты таяқ жеген оқу әдістемелік құралы. Химияны ашам, тарих өткенде лекциядан басқа ештеме жоқ. Физиканы ашсам, тарих өткенде басқа лекциядан басқа ештеме жоқ. Жаттығу жоқ, оқу әдістемелік құралы жоқ. Кейін олимпиадаға дайындайын десем, өзім орыс тілін білмейтін Аятжан олимпиадаға дайындап жүріп, қалай орыс тіліне көшіп кеткенімді білмей қалдым. Өйткені орыс тілінде бірде-бір қазақша олимпиадалық материал болмады. Ал кейін осы жеке ұжым басқарған кезде үлкен бір арманым болды. Осы оқу әдістемелік құрал, қазақ тіліндегі оқу әдістемелік құралдарын дамыту деген үлкен арман болды. Сол арманның кішкентай ғана жемістері, қабыл алыңыздар. Рахмет. Рахмет сіздерге. Құрметті ұстаздар, мынау қазақтың 7-8 қырлы, бір сырлы деген ұғымының ішінде әрқайсының жеке атауы бар негізі. Соның ішінде мәрттік деген бар да. Атақты жырау Алматықтан сұрағанда мәрттік дегенді өзгелер үшін өзіңді құрбан ету деп бағала дейді да. Ол дүние мүлкің, уақытың тағы басқа болуы мүмкін. Жаңа алаш қайраткерлерін айтып жатқан кезде олардың оқулық жазғанын айттық. Осы мәрттіктің артында педагер деген дүние бар. Осы авторлар, осы ұжымның қызметкерлері, Қазбілімнің қызметкерлері, 90-шы гимназияның қызметкерлері өздерін өзгенің жолында құрбан етіп отыр жақсы мақсатта. Біз әдетте құрбан дегенді бір бұл дүниеден көшумен бағалаймыз, бірақ бүкіл мақсат мүддесін, арман аңсарын, тіпті демалыстарын, қаржысын да бәлкім осы өзгенің жолында, оқушылардың жолында, қазақ білімінің жолында пида етіп отырған керемет бір бастама. Бұл қоғамда қазір осындай мәрттік, осындай педагерлік жетіспей жатыр. Бәлкім көп проблемаларымыздың еліміздегі астарында, түп тамырында осы жатқан шығар. Біз 8 қырлы азаматтың әр қырын әр жаққа шашып бердік, жинай алмай жатырмыз. Бүгінгі ұстаздар ақырын бірте-бірте сол шынымен 8 қырлы болуға жинақталып келе жатқаны байқалады. Өз басым мынау Қазбілім орталығы ашылған сәттен, одан кейін осы 90-шы
гимназия ашылған сәттен бір ғайыптандай бір ылғи осы ортада жүрдім. Мына ғажап дүниелердің жасалып жатқан сәтінде, құрылыс жұмыстары жүріп жатқан сәтте, ремонт жүріп жатқан сәтте бір ортаға түскен жайым болған. Біз әлбетте мына журналист қауым әр детальдан жақсылықты көреміз, бірақ іздеп тұрамыз кез келген дүниеден міндетті түрде. Өйткені болсын деп іздейсіз, түзелсін деп іздейсіз, кейбір қате болса түзелсін деп айтқымыз келеді. Осы мектепке келгенде шіркін-ай, күллі мектеп осылай болса екен деген бір арман болған. Бұйыртса елімізге де тарайтын шығар. Былтырда біраз шараларда болдық, мектеп директорлары келіп кәдімгідей тамсанып, біз де мектебімізді осылай істейміз деген тұстары болды. Мына менің осынан түсіріп алған біраз фотоларымды биыл жазда Моңғолияда мен оқыған мектептің директорлары сұрап жатыр да, біз бір барайық көрсетесіңдер ма деп. Ол өзге елде отырған мектеп, соған барып осы қазақтың рухын сіңіргісі келеді. Яғни Аятжан және осы мектептің ұжымы, сіздердің бастамаларыңыз, идеяларыңыз Қазақстан аумағынан ақырын-ақырын шығып бара жатыр деген сөз. Әркім бұған осы мектепке қарап өзінің ұлттық нышандағы бір оқу орнын, білім ордасын жасақтауға тиіс. Солай да болатын шығар деп үміт етемін. Ал бүгінгі шараға келетін болсақ, шын мәнінде мына әдістемелік құралдар әлбетте 19 жылдары әр алаш қайраткері жазған еңбектермен пара-пар деуге болады. Жаңа Аятжан өзіңіз айттыңыз, біз солардың бір тамшысындай дейміз. Шын мәнінде өкінішке қарай 70 жыл уақыт ішінде біз Кеңес одағы кезіндегі сол алаш қайраткерлерінің ісін толық жалғастыра алмадық. Қазір тамшыға зар болып тұрған заман, педагогтар білуі де тиіс. Шын мәнінде шөлдеген адамның аузына су тамызғанмен бірдей болған бір қызмет болды. Қызметтеріңіз жана берсін. Бұл әдістемелік оқулық қана емес, тұтас жүйеге бір жаңалық. Әдетте біз көп дүниені орыс тілінде ойлап барып, содан соң қазақшаға көшіретін едік. Мұнда жас ұстаздар, біздің замандастар бір-екі дүниелерін шолып шыққан кезде ғажап танымдық тарих қатысына көзім түсті. Өйткені кезінде осыған пәнге қатты қызыққанымыз бар. Соған қараған кезде бәрекелді дедік іштей. Таным жүйесі, ойлаудың өзі кәдімгі қазақы негізде жасалған балаларға қолайлы дүние болатын шығар деп отырмыз. Өзіме солай көрінді. Еңбектеріңіз жана берсін. Енді бұндай еңбектің құны шексіз болады. Бәлкім жылдар өткенде осындай бастамаға себепкер болған және осы оқулықтарды жазған сіздер де біздің осындай оқулықтарда аты жөндеріңіз, осындай оқулықтардың авторы кім еді деген сияқты жүретін боларсыздар. Әдістеме ғана емес, Аяке, бұдан былай жалпы мектептегі оқулықтар мәселесіне де осы мектеп ұжымы және Қазбілім ұжымы белсенді араласатын шығар деген ойдамын. Өйткені оқулыққа қатысты әлеуметтік желіде ұстаздар арасында сын әлі де көп. Кейде біз дардай-дардай атағы бар үлкен тарихшыларды немесе үлкен мамандарды мектеп жасындағы балалардың оқулығын жазуға салып жібереміз. Қате екені бірден көрінеді. Өйткені ол академиялық деңгей, үлкен ғалымдардың өз ортасы бар. Ал мектептің оқулықтарының өз ортасы бар. Жақын әріптесіңіз білесіз, Өмір Шыныбекұлы жиі айтады бұл мәселені. Іштей мен де қолдаймын. Алдағы уақытта сіздерден кәдімгі мектептердің, қазақ мектептердің сапалы оқулықтарын күтеміз. Баспасөз ретінде әр бастамаларымызға қолдау көрсетуге біз дайынбыз. Мынау қуанышымыз ұзағынан сүйіндірсін. Бастарыңыз аман, бауырларыңыз бүтін болсын. Аяке, елін тауып осы азаматтарға премия билесін шығарсын деген үмітім бар еді. Бәрекелді, рахмет, Амангелді Құрметұлы. Бізге қашанда жанашырлық танытып, игі бастамамыздың қасында жүресіз. Сізді жұрт Айқын газетінің бас редакторы, белді журналист, қаламдық, қарымды қаламгерлеп біледі, бірақ біз сізді мықты, белсенді, ошақтың үш бұты бар дейді ғой, ата-ана, мектеп, ұстаз, соның бір белсенді 90-ның нағыз жанашыр досы, ардақты ата-анасы ретінде көреміз. Рахмет сізге. Қашанда осы ортамыздан қалып жүрміз. Бүгінгі іс-шарамызды тағы да бір әсеммен әрлеп жіберейік. Жайна самға вокалдық үйірмесінің өнерлі шәкірттері Мәнсұр, Сырым, Тамириш және Ажарды ортаға шақырамыз.
таныстырып отырған кітаптардың шығуына демеушілік жасаған Қазбілім Груп компаниясының бас директоры Гүлбану Бақытқанқызына берсек деп отырмыз. Баршаңызға қайырлы күн. Жалпы осы Қазбілім ең алғаш жұмысын бастағалы негізгі ең әуелгі мақсаттардың бірі ол қазақ тіліндегі сапалы оқу әдістемелік құралдар шығару болған. Яғни сол оқу құралдары шығару, тарату болған. Ең алғашқы оқу құралдарымыз бізде тест жинақтары болған. Одан кейін жыл сайын саннан бөлек сапаға да, мазмұнға да мән беріп, басымдық беріп, толық ұбт-ға дайындық бағытындағы, олимпиадаға дайындық бағытында басқа бағыттарды қамтуға тырыстық. Мысалы, атап айтсақ, 2020 жылы шыққан бізде математикадан олимпиадаға дайындық кітабы толық 5-ші 11-ші сыныптардың барлығын қамтиды, яғни 5-ші 11-ші сыныптарға арналған олимпиадаға дайындық бағдарламасы. Және одан бөлек, мысалы, 2020 жылы шыққан химия 3 бөлімдік кітабы ұбт-ға дайындық бағытындағы 7-ші 11-ші сыныптарға арналған. Сол кітаптан кейін бізде көп сұраныс болды. Мысалы, осындай кітаптар басқа пәндерде болса, биологиядан болса, физикадан болса деп. Сондықтан біз алдымызға сол барлық пәндерді қамтысақ деген мақсат қойдық. Бүгінгі таңда ол мақсатымыз орындалды деуге болады, өйткені 1-2 пән ғана қалды. Оның өзін авторлар жазып жатыр. Жақын күндері шығады. Яғни біз мақсатымызға жеттік деп те айтуға болады. ұбт-ға дайындық бағытында толық қамтып шықтық. Енді бұрындар біздің оқу құралдарымызды тек қана мұғалімдер, оқушылар алатын болса, осы соңғы жылдары қосымша білім беру орталықтары, одан бөлек жекеменшік мектептер, тіпті мемлекеттік мектептердің өздері пайдаланып жүр, сол кітаптарды пайдаланып білім беріп жатыр. Біз үшін бұл үлкен жетістік, қуаныш, мақтаныш деп айтуға болады. Бір жағынан алғанда үлкен жауапкершілік. Енді осындай жауапкершілікті бізбен бірге көтеріп жүрген, бізбен бірге алып жүрген ұстаздарға, барша авторларға, бүгінгі авторларға, осындағы біздің барлық баспаның авторларына алғыс білдіремін. Шығармашылық табыстар тілеймін, еңбектеріңіз жана берсін. Енді жалпы бүгінгі іс-шараға келе алмай қалғандар бар, басқа қалаларда болған. Атап айтсақ, Қазбілім Ақтау ұлттық лицейінің тарих пәні мұғалімі Қанатбек Қалман, Республикалық Қазбілім орталығының Алматы қаласының бөлімшесінің химия пәні мұғалімі Нұркелді Әбеу және Қызылжар қаласында тарих пәні мұғалімі Сара Қайролқызы және де Шымкент қаласында Мөлдір Мақсатқызы физика пәні мұғалімі. Ол кісілерге де жеке алғысымды білдіремін. Және де осы авторларға кішігірім сый ретінде өзіміздің атымыздан, Қазбілімнің атынан торт алып келдік. Сол тортты ортаға алып шығып, және осы авторларға кездесек деген. Бәрекелді тамашаға. Енді тортты кесуге ең тәжірибелі мұғалімдерімізді шақырсақ, Қайрат ағай, Гүлмира апай. Еңбек жазып жатқан кезде ұстаздардан, үлкендерден қалай бата, жақсы тілек естіген шығарсыздар. Еңбегіңнің жемісін же, еңбегіңнің жемісін же деген. Еңбектің жемісі, тәтті жемісі құтты болсын. Бәрекелді, құтты болсын, еңбектеріңіз жемісті болсын, ырыздық несібеміз мол болсын. Құрметті ұстаздар, осымен бүгінгі 9 әдістемелік кешен, 26 оқу әдістемелік құралының тұсаукесеріне арналған іс-шарамыз түйінделіп келе жатыр. Барша ұстаздарымызға, келген қонақтарымызға алғыс білдіреміз. Енді қазір баршаңызды естелік бір тоқтық фотоға шақырамыз.
Одан кейін астында бағана уәде еткеніміздей әрі ақын, әрі ұлы ұстаз Мағжан дәрісханасының ашылуына сіздерді шақырамыз. Қазір бір естелік фотоға түсейік. Балалар, қайын деген кім болған? Кім айтады? Кімдер айтады? Қайым Мұхамедханов 1916 жылы туып, 1916 жылы Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы, қазіргі Жаңа Семей, бұрынғы Заречная Слободка деп аталатын жерде дүниеге келіп, 2004 жылы қайтыс болған. Қазақ әдебиетіндегі абайтану мектебінің негізін қалаушылардың бірі. Шәкәрім шығармаларын алғаш насихаттаушылардың бірі. Әрі жарыққа шығарушы, мұхтартанушы, әдебиеттанушы, ғалым, жазушы, драматург, аудармашы, текстолог. Мұхтар Әуезовтің шәкірті. 1940 жылда жазушылар одағының мүшесі. Семейдегі Абай мұражайының негізін қалаушы. 1945 жылғы қазақ әнұранының авторы. Қайым Мұхамедханов Абай музейінің ұйымдастырушы әрі директоры болды. Абай жолы романының пьесаларына қол ұшын 1940 жылдан бастап қазақ патриархтардың шығармашылығын зерттеді. Сөздердің көп нұсқалығын анықтады. Құрметті қонақтар, енді бірінші рет келіп отырған меймандар үшін бір ауыз ғана кіріспе. Мектеп Қайым Мұхамедханов атында болғандықтан Қайымның тұлғасын ашу үшін біз ұрпақтар сабақтастығы деген үлкен жобаға бардық. Ол Қайым таныған тұлғадан Қайымды таныған тұлғаға дейін деп аталады. Яғни ең бұл ұрпақтар сабақтастығының басы Абай кітапханасы, сосын тұлғалар дәлізі, мына жерде Абырайдан бастап Алаш қайраткерлері, Алаш тарих кабинеті, Чоқыр спорт залы, Мұхтар мәжіліс залы, Қайым мұражайы, сосын Қайымды таныған Ербол Іргебай атындағы қазақ тіл кабинет. Ал енді бүгінгі неме бұл ұлттық мектеп үшін Алаштан да алыс емес, Алаш қайраткері, ұлттық мектепте қазақтан ұлттық педагогикадан тұңғыш рет оқулық жазған Мағжанның атындағы дәріс зал. Сондықтан да Мағжан енді алты алаштың басы қосылса төрдегі орын ұстаздікі, сол ұстаздарымыздың шығармашылық кабинеті. Қазір мектептің бейінісі жөніндегі орынбасары Жанаргүл Ғалымжанқызы таныстыратын болады кабинетті. Алдымен тұсауын кесіп алайық. Оқу ағарту министрлігінің орта білім комитетінен арнайы адам келіп отыр. Сізге. Оқу ағарту министрлігінен. Әрқайсысы дәрісхана ашып тура Еуропаның стандарты екен, Оксфорд, Кембридждердің барлығының сондай ғой. Бісміллә деп келсек, әрі дәрісхана, әрі өлең оқитын бір шығармашылық кабинетіміз, дәрісхана. Ал сөйлесін. Қадірменді қонақтар, бүгінгі ашылған дәрісханаға Мағжан есімінің берілуін түсіндіріп жатудың өзі артық деп есептеймін. Алаштың маңдайына біткен асыл азамат, ұлттық педагогының негізін қалаушы Алдаспан ақын Мағжан өзінің педагог атты еңбегінде қазаққа қаны бір, жаны бір жолбасшысы ол мұғалім деген екен, немесе балаға тәрбие беруде мұғалімнің қолданатын жолы өз тәжірибесі. Ендеше бүгінгі Мағжан дәрісханасында осы Қайым Мұхамедханов атындағы гимназияның мұғалімдерінің шығармашылықпен жинақталған тәжірибелері осы жерге жинақталып қойылды. Өздеріңіз көрдіңіздер, естідіңіздер, куәсі болдыңыздар. Ашылғаннан небәрі 3 жыл болып жатқан бұл гимназияда мұғалімдеріміздің қаншалықты шығармашылықпен еңбек етіп, тәжірибелері айналысқа қолданыста жүрген. Сонымен қатар, мектеп гимназияның ашылғанына 3 жыл болса да, бұған дейінгі мұғалімдеріміздің біздің еңбек еткен жерлерінде басылымдарға жарияланған тәжірибелі шығармашылық еңбектері, оған дейін шыққан
жинақтары осы жерге қойылды. Іздеген адам барлық пән бойынша немесе тәжірибе бойынша осы жерден барлығын тауып өзіне керектісін таба алады. Оны ар жағында мына жерде өздеріңіз білесіздер, баланың мұғалімнің еңбегін паш ететін, мұғалімнің еңбегін жарық еткізетін балалардың жеңісі осы жерге талай жүлделі жарыстарға қатысып оқушыларымыздың алып келген грамоталары да, алғыс хаттары да, немесе мінекей мына жерде Аятжан Ахметжанұлынан бастап жеткен мұғалімдердің жетістіктері, дипломдар, алғыс хаттары барлығы да осы жерге қойылды. Бұл жерде сонымен қатар оқушылардың ғылыми жобаға дайындаған мұғалімдері талай додаларда, қалалық байқауларда орын алып келді. Сол еңбектері де осы жерге қойылды. Бұл жерде бұл дәрісханаға жинақтап қойылудың біздерде мынадай бар деп мақтан қылып қана көрсету емес, бұл жерге келген мұғалімдер, жұмыспен айналысып отқан әсіресе жас мұғалімдер осы жерге мотивация туғызу мақсатында. Болмасаң да ұқсатпақ бір ғалымды көрсеңіз дейді, бұл жерге келіп еңбек еткен мұғалім өзі де осындай болуға, тәжірибесін жинақтауға, ненің қандай болмаған білуге ешкімнен сұрамай-ақ, осы жерде керегін тауып, сұрағына жауабын ала алады. Жақсы, жарайсыздар. Енді құрметті қауым, осы бісміллә деп жаңа аштық қой осы дәрісхана. Балаларымызға, ұстаздарға бір жайсыз басын қосып отырып, көптеген игілікті шараны атқаратын жемісін беретін бір дәрісхана болсын деп тілейміз. Мен өзім кітабын сыйлайтын шығамын. 4-ші жинағын ішінде тұрып балаларымыз. Құрметті қонақтар, енді Мағжан айтады да, біз болашақ үшін аянбай серттесе аламыз. Егер мектебіміз таза һәм ретті, өз жанымызға, қазақтың жанына жақын болса ғана біз болашақ үшін аянбай серттесе аламыз дейді. Сол қазақтың жанына жақын бір мектепті құрғымыз келеді. Басты арманымыз сол. Енді баршаларыңызға уақыт бөліп келгендеріңізге рахмет. Енді соңғы сөзді екі әріптесім көзіме көрініп тұр. Қаланың екі мектебінің директоры, біреусі 38-ші мектептің директоры Қыдырғазы ағамыз және 19-ші мектептің директоры Оразалы ағамыз. Келіңіз. Бір ауыз сөз, сонымен бүгінгі шарамызды аяқтасақ. Аятжан мырза, мен мына 3 кітабыңызды алдым. Қазақстан тарихы, 3 бөлімі. Рахмет. Тамаша, бүгін бір ерекше, қазақтың сөзі бар ғой, байқап тұрмын, басым шайқап тұрмын. Ерекше неге куә болдық. Үлкен авторлардың, сіздердің ұжымның бір белгілі бағытқа бұрып, мынандай кітап шығарып, әдістемелі кітап шығарып, аз уақыттың ішінде үлкен нәтиже көрсетуге мұрындық болған Аятжан мырза, сізге мыңда бір алғыс. Шынында мынау талай мұғалімнің кәдесіне жарайтын жаңағы әдістемелік құралдар. Мен өзі информатика пәні биыл ғана енді, өзі информатика болғаннан кейін қарап отырмын. Сол уақытта жұрт неден озып, информатика басқалар шығармаған, жаңағы не шығармаған сіздер уже шығарып қойыпсыздар, негіздемесі бар уже. Сондықтан осындай ұлы бастамалар басқа мектептерге де жұғысты болсын, басқа мектептерде осындай шабыт алып, сіздерден үлгі алып, сол басқа мектеп ұстаздарды осындай биіктерден көріне берсін дегенімізге бізге жұғысты болсын. Сіздер бізге бүгін шабыт сыйладыңыздар, кішкене бағыт сыйладыңыздар. Сол үлкен келген қонақтардың барлығында сондай бір не кетті, осылай істеуге болады екен ғой деген. Сондықтан сіздерге ұжымның мұғалімдеріне толағай табыстар тілейміз. Рахмет баршаларыңызға. Бір әріптесім телефон келіп қалдыңыз, сыртқа шығып кетті. Баршаларыңызға рахмет, уақыт бөліп келгендеріңізге. Мен бір ауыз мен орта білім беру комитетінен келіп отырмын. Гүлмира Райымбековна өзі бір шараларға байланысты қатыса алмай қалды, әйтпесе өзім келемін деп отырған. Өте үлкен маңызды іс-шара болды. Жұлдыз Өсбергенқызына, Мақпал Мұсақызына алғысымыз шексіз. Осындай іс-шараға дем беріп, мұғалімдерге жаңағы оқу әдістемелік құралды жазған авторларға шабыт беріп, қолдау көрсетіп келгендеріңізге алғысымыз шексіз. Енді үлкен маңызды шара болғандықтан Аятжан Ахметжанұлы сізге бір ұсыныс айтқым келіп отыр. Қазір енді батысқа еліктеп түрлі мектептер ашылып жатыр ғой, әсіресе жаңағы математикалық бағыттан тереңдетіп оқытатын мектептер. Қазіргі кезде осы ұлттық мектептерге көңіл аударылып келе жатыр. Зияткерлік мектептері сияқты, білім инновация мектептері сияқты 2020 жылдан бастап Абай желілік мектептері құрыла бастады республикамызда. Қазір соның жалғасы ретінде бізде Сәтбаев мектептері,
Содан кейін Әлихан Бөкейханов мектептерін және тағы басқа тұлғалардың мектептерін ашу бойынша жұмыс жүргізілуде. Енді сіздердің баспаларыңыз бар екен, жаңағы біраз жинақтаған тәжірибелеріңіз бар екен. Осы өзіңіз сияқты мектептердің басын құрап, желілік мектеп ашу туралы ұсыныс берсеңіз, әдістемелік нұсқаулықтарыңыз бар екен, соның өзіңіз ресурстық орталығы ретінде жаңағы тәжірибеңізбен бөлісетіндей бастама білдірсеңіз деп айтқым келіп отыр. Ол үлкен республикаға үлкен екпін болар еді. Ұлттық тәрбиені дамытуға. Рахмет. Ұлттық мектептің моделін жасап, бір ұлттық мектептердің желісін қалыптастырамыз деп, енді жартылай жекеменшік, мен енді Қазбілімді жекеменшік мекеме ретінде ұлттық лицейлерін ашып, жақта ұлттық гимназия деп, тұтас бір ұлттық мектептердің жүйесін жасауға барымызды сап жатырмыз. Сіздер қолдап жасаңыздар, бағанағы әр қазақтың мектебі бүкіл балаға эстетикалық тәрбие беріп тұрса, ол қуаныш еді. Өйткені мен үнемі әріптестерім айтып отырам, тәрбие сөзбен берілмейді, тәрбие тұтас кеңістік, тұтас әрекет, тұтас немене. Өйткені тәрбие деген тұз сияқты, тамаққа қаншалық сіңген сайын, соншалық адам бойына да сіңеді. Сондықтан біз бүкіл керегеге де тәрбиені, бүкіл мұғалімнің іс-әрекетіне де тәрбиені сіңіруге тырыстық. Сіздердің уақыт өтіп келе жатқандарыңызға тек қана қуанамыз. Рахмет. Қазақтың қасиетті даласына шіркін ай кімдер келіп кім кетпеген.